Адамның көңілінен шығу қиын ба? Дәл маған салса оңай шаруа емес сияқты. Кейде кісінің кілті аспанда екеніне шынымен де көзім жетеді. Алысқа бармай-ақ қояйық. Үйдегі бала шағамен туыс-туғанның көңілінен бірде шығып, бірде шыға алмай қаласың. Ал кейбіреулердің мүлде бөтен адамның ішіндегісін қалай оқып қоятынына таңым бар. Бұған сірә адамның психологиясы да жатық болу керек шығар. Ең қызығы, қазір адамға қызмет етуді үйрететін жолдар да бар екен. Армысыздар. Біз бүгін аты жаңа, заты таныс отандық сервис туралы бірер сөз қозғамақпыз. Қазір бізде қаланыр-даланырдан бастайтын бізде алдар көсе. Мен алдарымды ұмытпа. Мына жақта Қожанасырдың рөлін Қасым сен ойнайсың, Бауырсақ Мадияр сен ойнайсың. Жаңа жылдық абыр-сабыр. Бұл мерекеге әбден үйреніп қалғанымыз соншалық балаша ғажаптарды күтеміз. Білеміз, ертегідегі қиялдар орындалатындай табиғатта, айналада ештеңе болып жатқан жоқ. Әйтеуір қыбыр-қыбыр. Балаларға қызықты болсын деген ниетпен, мысалға, егер көбінесе Қожанасыр секілді мысалға персонаж, былай қарасаңыз, беті ашық, осындай шапан мен атаның персонажына ұқсайды, ондай болмас үшін біз алдар көсені жаңағы өзінің мультфильмдегідей қылып сомдап жасағанбыз. Бауырсақтың өзінде дәл балаларға ұнайтындай, мысалға, бізде миньон сары болса, тартымды кәдімгі балаларға ұнайтындай, бауырсақты да солай келтіргенбіз. Мәдина Баймендинаның той орталығы 6 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Мамандығы филолог, әртістік қабілеті де жоқ емес, нарықтағы сұранысты көргеннен соң үлкенге де кішіге де қызықты ұйымдастырып беретін орталық ашқан екен. Ұлттық дүниеге екпін жасауды жөн көрді. Биылда біз қазақшаландырып, қазақша, барлық орысша әндерді қазақшаға аударып, қазақша бағдарлама жасадық. Сол енді қазақша бағдарлама бойынша қазақша тілде ұлттық персонаждармен де балаларға арналған таңдық бағдарламалар болады. Көбінесе мемлекеттік балабақшалар алады. Сосын жаңағы наурызда ғана сұраныс болатыніне қазір жаңа жылға да сұраныс болып жатыр. Той орталығының басшысы сұраныс көп екенін айтты. Әрине мезгіліне қарай толқын сияқты болып келіп отырады. Мереке қарсаңы не жаз айлары, ол кезде аптаның 7 күнінде де тыным жоқ көрінеді. Халық не сұрайды дейсіздер ғой? Біздің орталығымызда 5-6 бөлімше бойынша жұмыс істейміз. Ол жаңағы залды безендіру болады, және кішкентай балалардың мерекелерін ұйымдастыру, сонымен қатар үйлену той, қыз ұзату мерекелерін ұйымдастыру, балалардың жаңағы той басталмас бұрын шығуын ұйымдастыру, ол жаңағы шаңырақ, немесе тақпен көтеріп шығарып жатады, гүлмен шығарып жатады, сондай және театрлық қойылымдар салт-дәстүр. Әлеуметтік жағдайымыздың жақсарғаннан көрінсін, той думанға қатыстының бәрін сұрайды екен. Ал той дегенде қазақ аянып қалсын ба? Тойларыңыз той қаласын ағайын. Байқасаңыздар, қазір той орталығы, ивент студия дегендер көбейді. Қалыңдық не күйеу жігіттің киімнен бастап, асабаңыз кім болатыны, өнерпаздарыңыз қандай өлең айтатынына дейін ұйымдастырып береді. Батыстан келген мәдениет болса керек, тездетіп оны өз қалауымызға икемдеп алдық.